Талай жастың кеудесінде үміт отын тұтандырған байқауда биыл Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және тағы басқа да елдерден келген үміткерлер өз бағын сынап өнерін көрсетті. Тамирис би ансамблі аталмыш байқауда алғашқы 3 орынды иеленіп, өздерінің жас санаттарында гран-приді жеңіп алды. Айта кетейік, шығармашылық ұжымның бұл бағындырған бірінші белес емес. Аумақтардан қатысушылар қатысты, хореографиялық жанрда, вокал жанрда, сосын инструменталдық жанрда қатысты. Конкурстық күн бір күн болды. Тағы да басқа мемлекеттерден көп қатысушылар болды. Сол конкурста біздің ансамбль хореографиялық Тамирис 3 бірінші жүлделі орын алды, және де гран-при ең басты жүлдені ұтып алды. 11 жастағы дарынды қыз Меруерт бимен 5 жылдан бері айналысқан биші қыз бірнеше байқауларда жүлделі орындарды иеленген. Меруерт діттеген мақсатына қол жеткізу үшін көп еңбектеніп, би өнерінің биігіне шығуды армандайды. Ол сахнадағы сәтті сөзбен айтып жеткізу мүмкін еместігін, әр байқаудың алдында қатты қобал жетінін жеткізді. Біз бұл конкурсқа ең әдемі және ең күрделі билерді апардық. Біз бұл билермен жеңіске жете алдық. Біз өте қуаныштымыз, және де бізде жақсы әсер қалды. Кең ауқымда өткен фестивальдің мақсаты жас өрендердің шығармашылық қырларын ашу, оларды ынталандыру және би өнеріне аяқ басуына септігін тигізу болып табылады. Келешек жас ұрпақ еліміздің гүлденуіне зор ықпалын тигізер анық. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, жас буынның өнерге деген құлшынысын оятуда ата-аналардың да еңбек зор. Тамиристіктер мұнымен тоқтамақ емес. Олар алда болатын байқауларға қатысу үшін дайындықтарын бастап кетті.